بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق Assalamu alaikum, құрметті көрермендер. Құран оқып үйренейік сабағымыздың 4-ші дәрісін бастаймыз. Кітап дәптерлеріңізді алып, сабаққа дайындалып отырыңыздар. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Құран пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мұғжизасы. Мұғжиза деп Алла тарапынан пайғамбарларына берілетін, олардың шыншылдығын растайтын, әдеттен тыс істерді атайды. Алла тағала өз пайғамбарларына бір-біріне ұқсамайтын, қайталанбас мұғжизалар берген болатын. Ал жер бетін басқан және басатын адамзаттың ең абзалы елшілердің мөрі болған Мұхаммед пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам берілген мұғжиза Құран еді. Ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам шыншылдығын қуаттайтын дәлел ретінде ғана болып қойған жоқ. Қияметке дейін сыры мен мағынасы ашыла түсетін, даналығы мен ғибраты таусылмайтын мұғжизалардың ең үлкені болып қала береді. Құран мәңгілік мәнін жоймайтын ұлы құбылыс. Ол белгілі бір заманның күйін ғана білдіріп қоймайды. Барлық уақытқа, барлық халыққа арналған, барлық мекенді тұтас қамтыған ғажайып кітап. Ол қияметке дейін адамзаттың барлық мәселелерін шешіп, рухани қажеттіліктерін бүтіндей қанағаттандыра алатын кітап. Құранның мұғжизалық қасиеттілігінің тағы бірі, оның адам жадында тез жатталып, аяттардан адамның асқан ләззат алатыны болса керек. Жер жүзінде Құраннан көп жатталған кітап жоқ. Құранның бір әрпін тастамай бастан аяқ жаттап алған мұсылмандар миллиондап саналады. Құран балалардың жаттау қабілетін дамытатыны әбден мойындалған құбылыс. Қазір қари атанған мыңдаған балалар соның дәлелі. Құранды жаттаған, қайталап оқыған адамдар еш шаршамайды. Қайта айтса тіл жеткісіз ерекше рахатқа бөленеді. Өйткені рахымды Раббымыз Құран кәрімге ғажайып рухани ләззат тартқан. Сондықтан оны оқыған, тыңдаған, жаттаған адамдар еш уақытта жалықпайды. Қайта ынтасы артып, ықыласы күшейеді. Мұхаммед пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам түскен Құранның алғашқы 5 аятында: оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы, адамды ол ұйыған қаннан жаратты. Оқы, сенің тәңірің ең ардақты. Ол қаламмен жазу үйретті, адамдарға білмегенін үйретті деген. Бұл оқып білім алудың өте маңыздылығын көрсетеді. Алайда Құранды оқып қана қоймай, аяттарының мағыналарын түсіну және оны амалға асыру одан да қайырлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 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 Ал енді үйге берген тапсырманы тексеріп, өткенді қайталап алайық. Құрметті көрермендер, сіздер де біздің шәкірттер оқыған кезде бірге қайталап оқып отырыңыздар. Алмас, қане, 3-ші сабақты басынан бастап оқимыз. То, зо, айн, ғойн, фә, қоф. Дұрыс. Алмас, енді өткен сабақтан біз қазақ әліпбиінде кездеспейтін 2 әріп бар дедік. Бұл қай әріптер еді? Зо әрпі мен айн әрпі. Тура осы әріптердің дыбысталуы қазақ тілінде ұқсасы жоқ дедік. Қазақ тілінде ұқсасы жоқ дедік. Жуан, зо әрпі жоқ қазақ тілінде және айн әрпі жоқ дедік. Және оның ішінде ерекше айтылатын әріп ол айн. Айн әрпінің шығатын орны қай жерде? Шығатын орны тамақтың қысып шығады, қырнап. Тамақты қысамыз, жоқ қырнамаймыз. Қырнамайды, тамақты қысып шығарады. Тамақты қырнап шығатын әріп ол ғайн әрпі ғой. Ғайн әрпі, иә. Ол ғ дыбысын беретін ғайн әрпі. Ал енді айн әрпі ол тамақ қысылады. Іштегі ауа екпінмен, күшпен шығады. Айн деп айтамыз. Айн. Көп адамдарда осы әріпті шығару қиындық туғызады. Сол үшін дұрыстап жаттығып алған дұрыс осы жерде. Айн, айн, айн. Бірнеше рет қайтала, кәні? Айн, айн, айн. Дұрыс, келіп қалды. Айдос, өткен сабақты қайталап өтеміз. То, зо, айн, ғойн,
Дұрыс. фә, қоф. Соңғы фә мен және қаф әріпінің арасындағы ұқсастығы мен айырмашылығы жайын не айтып едік? Фә әріпі мен қоф әріпінің ұқсастығы таңбаларында, олардың таңбалары бірдей, және айырмашылығы нүктелерінде. Фә әріпінде бір нүкте үстінде, Дұрыс. қоф әріпінде екі нүкте болады үстінде. Қаф әріпінде екі нүкте бар деді. Фә әріпінің беретін дыбысы қандай? Фә әріпінің беретін дыбысы ф, Ф, дұрыс. қоф әріпінің беретін дыбысы қ. Фә әріпі жайлы не айтып едік өткен сабақта? Жуан ба? Фә әріпі жіңішке әріп. Жіңішке әріпке жатады да, өткен сабақта өткен фәден басқа әріптің барлығы Жуан әріп болады. барлық жуанға жатады. Құрметті көрермендер, сіздер де осындай оқу барысында ескеретін нәрсені ескеріп, қателік жібермеуге тырысыңыздар. Тимур, соңынан басына қарай оқимыз кәні. Қаф, фә, Дұрыс. ғайн, айн, Дұрыс. за, Дұрыс. та. Сенде тағы да сол айн әрпінен сәл кемшілік бар. Айн әрпін жаңа Алмаспен оққан кезде айтып өттік. Тамақ қысылады дедік. Қысылған тамақтан ауа іштен екпін арқылы күшпен шығады дедік. Сол кезде айн әрпі толық дұрыс шығуға жол ашылады. Мүмкіндік алады. Кәні айтамыз, айн дейміз. Айн. Айн, Айн. айн. Толық тамақтан шығып, тамақпен жұмыс жасалынатын әріп қой. Кәні, тағы да. Айн, Айн. айн, Айн. айн. Дұрыс, енді келіп қалды. Құрметті көрермендер, енді бірінші дәрістен бері алған әріптердің барлығын бір шолып, қайталап өтейік. Шәкірттердің қаншалықты үлгеріп жаттағандарын тексеріп алайық. Алмас, экранға қараймыз. Мына әріп қандай әріп? Та әріпі. Жіңішке та. Жіңішке та. Мына әрпіміз? Ха әріпі. Ха. Дұрыс. Мына әріп? Зәл. Зәл. Одан кейін? Шин. Шин әрпі, иә. Мына әрпіміз? Айн. Мына әріп? Джим. Дұрыс. Айдос, сенің кезегің. Қандай әріп еді? Қоф әріпі. Қаф әріп дұрыс, иә. Мынау ше? За әріпі. За дедік. Әлиф. Беретін дыбысы қандай еді? Дыбысталуы а. Дыбысталуы а, иә. Одан кейін? Сод әріпі. Дыбысталуы жуансы. Жуансы, дұрыс. Мынау әріп? Зо. Дыбысталуы жуан-зы. Зо әріпінің ағайыны қайсысы еді? Зо әріпінің ағайыны то әріпі. Қасында тұрған? Қасында тұрған то әріпі таңбалары ұқсас. Айырмашылықтары нүктесінде, то әріпінде нүкте жоқ. То әріпінің дыбысталуы жуан-ты. Жуан-ты, дұрыс. Мынау қандай әріп, Тимур? Зәл әріпі. Зәл әріпі, дұрыс. Мынау ше? Бұл сә әріпі. Сә әріпі, иә. Біз зәл әріпі мен сә әріпінің шығу орнына байланысты қандай ұқсастық айттық? Бұл тістің арасынан тілдің ұшының ауаның қысылып, екпінді шығу арқылы жіңішке болып шығады дедік, иә? Дұрыс. Екеуінің шығу орны бір-біріне жақын ұқсас дедік. Таңбаларында көп айырмашылық болғанымен, шығу орындарында ұқсастық бар дедік. Дұрыс. Мынау ше? Бұл джим әрпі. Джим әрпі, иә? Мынау әріп қандай әріп? Шин. Жоқ. Ал мынау әріп ше? Бұл шин әрпі. Мынау шин, иә? Дұрыс. Мынау қандай еді? Бұл син әрпі. Син әрпі еді. Неге шатастырдың екеуін? Екеуі ұқсас себебі. Дұрыс. Біз басында айттық қой. Ұқсас әріптерді біз әбден шатастыруымыз мүмкін дедік. Сол үшін ұқсас әріптерді бірге алдық. Олардың арасындағы ұқсастығы таңбаларында айырмашылық нүктелерінде дедік. Біз нүктесі жоқты син дедік, нүктесі бар шин дедік, иә? Дұрыс. Сол секілді. Одан кейін келген екеуі де сад және дод. Сад және дод. Дұрыс. Алмас, мына жоғары қатардағы ұқсас ағайынды әріптерді айтып берші. Бә, тә, фә. Үшеуі бір ағайынды. Үшеуі бір ағайынды, Джим. Джим, ха, хо. Үшеуі бір ағайынды. Таңбалары ұқсас.
дәл мен зәл ағайынды, ро мен за ағайынды. Дұрыс. Айдос, енді соңғы қатарда біз өткен жерге дейінгі ағайынды әріптерді айтып бер. Син және шин әріпі ағайынды ұқсас. Сот және дот әріпі ұқсас ағайынды. То және зо әріпі ағайынды әріптер. Айн және ғойн әріптері ағайынды әріптер. Фә және қоф әріптері ұқсас болып келеді. Сендер қазір түсініп отырсыңдар ғой, біз неге қайталап айтып жатырмыз бәрін қайта-қайта? Біз әбден көзімізбен бұл әріптердің таңбасын жаттап, ұқсас әріптердің арасын айырып, әбден санамызға осы нәрсені пісіріп алу үшін. Себебі біз сөзге көшкен кезде, ертең аяттарды оқыған кезде осы әріптерді қиналмай, тез танып, шатастырмай оқып кету үшін жасалынып жатқан жұмыс. Тимур, енді біз ең соңғы өткен әріпіміз, өткен сабақта қаф еді. Қафтан жоғары қарай, керісінше, басына қарай оқып шықшы бір рет. Қаф, фә, ғайн, айн, за, то, дад, фад, шин, син, зә, ра, зәл, дәл, ха, хә, джим, тә, бә, әлиф. Дұрыс. Рахмет. Мінекей, құрметті көрермендер, шәкірттермен бірге және өздеріңізбен бірге алғашқы сабақтарда өткен барлық әріптерді еске түсіріп алдық. Енді бүгінгі жаңа сабағымызға көшеміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 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 Бүгінгі жаңа сабақта араб әліпбиінің соңғы топ әріптерін өтеміз. Олардың саны 8, алайда олардың 7-еуі толық әріп болғанымен соңғы 8-шісі толық әріп емес. Оны сабақтың барысында түсіндіретін боламыз. Және де тағы да ескеретін нәрсе, бұл әріптердің жанында ұқсас әріптері келмейді. Ұқсассыз әріптер болғандықтан бұл әріптердің әрқайсысын жеке-жеке өтіп отырамыз. Қазіргі алатын бірінші әріпіміз ол каф деп аталады. Мына көріністе жазылып тұрған бұл каф әріпі. Каф дегеніміз әріптің аты, алайда оның беретін дыбысы к. К деген дыбыс береді. Қазақ тілінде біздің әліпбиде бар дыбыс, ол к деген дыбыс. Әріптің жазылуын, таңбасын жаттап алуға тырысайық. Ортасында бір ерек белгісі бар. Қалай дедік әріптің атын? Каф дедік. Беретін дыбысы қандай? К. К деген дыбыс береді. Келесі әріп, каф әріпінен кейін келетін әріп, ол ләм деп аталады. Ләм деп аталады. Ләмнің сыртқы көрінісі имек темірге ұқсас. Қармақтың басындағы имек темір бар ғой, балық ұстайтын. Осы имек темірге ұқсас әріптің аты ләм. Ләм әрпінің беретін дыбысы л. Л деген дыбыс береді. Л деген дыбыс береді. Алдындағы каф әрпінің ұқсасы ағайыны жоқ секілді, ләм әрпінің де ұқсасы жоқ. Біз бұл әріпті басқа әріптерге салыстыра алмаймыз. Ләм әрпінің ұқсасы жоқ. Алдындағы әріпті қандай дедік? Каф дедік. Бұл әрпіміз қандай болды? Ләм болды. Енді келесі әріпіміз, оның да ұқсасы жоқ, оның да сыңары, ағайыны жоқ. Бұл әріптің аты мим деп аталады. Мим деп аталады. Беретін дыбысы м. М деген дыбыс береді. Енді біздің қазақта сөйлемеген, үндемеген адамды ләм мим демеді деген сөз бар. Яғни ол жағашпады, сөйлемеді, аузынан сөз шығармады деген сөз бар. Араб әліпбиіндегі ләм мен мимді меңзеп айтылған сөз сол. Сол үшін біз мына кафтен кейін келген ләм әріпі мен мим әріпін жаттап алуға біздің қазақтың тілінде де ұқсас сөз бар. Енді осы әріптердің кітапта келген көрінісіне қарап отырып, тағы бір қайталап өтейік, әні. Алмас, оқимыз. Бірінші әріп қандай еді? Бірінші әріп каф. Каф беретін дыбысы қандай? К дыбысы. К дыбысын береді. Екінші әріп? Ләм. Иә. Л дыбысын береді. Л дыбысын береді. Мим. М дыбысын береді. Мим, М дыбысын береді. Айдос, соңынан? Жоғары қарай. Мим. М дыбысын береді. Дұрыс. Ләм. Л дыбысын береді. Дұрыс. Кәф.
к дыбысын береді. Дұрыс. Тимур? Басынан? Кәф к дыбысын береді. Дұрыс. Ләм л дыбысын береді. Мим м дыбысын береді. Дұрыс. Енді осы жерде байқап тұрғанымыздай, бұл әріптердің шығу орнында ешқандай қиындық жоқ. Себебі бұл әріптердің дыбысталуы біздің қазақ әліпбиіндегі әріптердің дыбысталуына ұқсас. К деген дыбыста біздің әліпбиде бар. Л да біздің әліпбиде, м да біздің әліпбиде болғандықтан бізге ол әріптерді дыбыстау қиындыққа соқпайды. Одан кейінгі келесі әріпке тоқтайтын болсақ, бұл әріп нун деп аталады. Бұл әріп нун деп аталады. Әріптің аты нун. Нун. Әріптің үстінде бір нүктесі бар. Әріптің үстінде бір нүктесі бар. Беретін дыбысы н. Беретін дыбысы н. Енді мына жерде бір нәрсеге назар аудартқым келіп отыр сендерді. Нун әріпі қасында одан кейін және оның алдында нун әріпінің ұқсасы жоқ. Нун әріпінің ағайыны жоқ. Бірақ нун әріпінің ағайындары ол алғашқы бірінші сабақтарды өтіп кеткен болатынбыз. Бірінші сабақтарда нун әріпінің ағайындары бар. Оларды біз бә, тә, сә деп өттік. Бә, тә, сә деп өттік. Олардың айырмашылығы нүктелерінде дедік, Олардың айырмашылығы нүктелерінде дедік. Мына әріптер сөздің арасына кіріп, сөздің ортасына кірген кезде өзгерістерге ұшырайды біршама. Өзгерістерге ұшыраған кезде алдындағы бә, тә, сә әріптерімен ұқсастығы қатты байқалады. Сол кезде біз олардың айырмашылығын нүктелерінен байқаймыз дедік. Нүктелерінен айырамыз дедік. Енді бә әріпінің жазылуы нун әріпіне ұқсас болғанымен, оның нүктесі астында дедік. Тә әріпі ұқсас болғанымен, оның екі нүктесі бар дедік. Сә әріпінің үш нүктесі бар дедік. Нун әріпінің жазылуы сол үш әріпке ұқсас болғанымен, оның үстінде бір нүктесі бар дедік. Демек, бұл әріптің есімі нун, оның ағайындары бар екен, оның ұқсас әріптері табылды. Бә, тә, сә дедік. Бұл әріптің беретін дыбысы қандай екен? Н деген дыбыс береді екен, дұрыс. Енді нуннан кейінгі кезекте тұрған әріпке тоқтайтын болсақ, ол әріп те жіңішке аталады. Әріптің есімі вау деп аталады. Беретін дыбысы у. Бұл әріптің де өзінен бұрын және өзінен кейін ұқсас әріпі жоқ. Ағайыны жоқ. Қайталап өтетін болсақ, бірінші әріп қандай дедік, Алмас? Кәф дедік. Екінші әріп? Ләм дедік. Үшінші? Мим дедік. Төртінші? Нун дедік. Бесінші? Вау дедік. Жаңағы нун әріпінің өзінің алдында, өзінің жанында ұқсасы болмағанымен, басқа жақтан ұқсас ағайындар табылды. Оған ұқсас әріптер табылды. Ол ұқсас әріптер қандай еді? Ол бә, тә, тә әріптері. Бә, тә, тә әріптері. Олардан нун әріпін айыратын белгі қандай? Олар таңбалар ұқсас болғанымен, олар нүктелерінде айырмашылықтар бар. Нун әріпінің айырмашылығы неде? Нун әріпінің айырмашылығы оның жалғыз нүктесі болады үстінде. Үстінде жалғыз нүктесі болады. Нун әріпінің беретін дыбысы қандай? Н дыбысы. Тимур, қандай әріп дедік? Бұл вау әріп. Бұл вау дедік, Енді ваудан кейін кері оқитын болсақ, оның алдында келген әріп қандай? Нун. Мим. Ләм. Кәф. Дұрыс. Құрметті көрермендер, сіздер де бізден қалыспай қадағалап әріптердің аттарын жазып отырсаңыздар болады. Енді вау әріпінен кейінгі келесі өтетін әріпіміз, ол жіңішке әріптер тобына жатады. Ол әріптің аты таңбасы мынау болып келеді. Таңбасы осындай болып келеді. Әріпінің шығу орнын айтып өтетін болсақ, әріпі іштен ауа арқылы шығады. Ешқандай ауыр күшті талап етпейді, ешқандай қатты екпінді талап етпейді. Жіңішке, нәзік түрде жұмсақ болып шығады. Дейміз. Кән Алмас айтып көреміз.
ешқандай тамақтың қатысуынсыз, тамақты қыспаймыз, тамақты қырнамаймыз, тек іштен ауа арқылы шығады. Ауаны іштен шығарып, әріпті дұрыс шығарып отырсақ, кәне Алмас? Хә әрпі. Дұрыс. Айдос? Сенің қазіргі айтқан әріпің алғашқы өтіп кеткен хә әрпіне ұқсап тұр. Ол хә әрпіне ұқсап дейміз. Хә әрпі біз тамақтан шығады дедік, Бұл әріпте іштегі ауа тамақ арқылы өткенімен, бірақ тамақты қыспаймыз. Тамақты қысатын болсақ, ол хә әрпіне ұқсап қалады. Ол үшін біз іштен шығарып отырсақ, ауаны кәні? Тағы да тамақты қолданбаймыз. Тамақты қыспаймыз. Іштен дұрыс, енді келіп қалды. Тимур кәні? Тағы да? Ауаны іштен шығарамыз. Дұрыс, енді келіп қалды. Әріптің таңбасы осындай домалақ болып келеді. Кейде сөздің ішіне келгенге байланысты өзгерістерге ұшырайды. Оны сөздің ішінде әріптің келуіне байланысты келесі сабақтарда өтеміз. Әріптің таңбасы жалпы жеке жазылған кезде осылай болып тұрады. Ал әріптің беретін дыбысы х деген дыбыс береді. Осы әріпті шығарған кезде барынша сақ болуымыз керек. Ол іштен шығу барысында өзінің шығу орнында ұқсас болған хә әрпіне ұқсап қалуы мүмкін. Біз хә әрпін ха әрпімен салыстырып айттық қой. Ха әрпі тамақты қырнап шығады дедік, Хә әрпі тамақтың қысыңқы тұрған күйінде шығады дедік. Іштен күшпен ауа шығады дедік, Бұл әріптің шығу орны да сол әріптерге ұқсас болғанымен бөлекше шығу керек. Жеңіл, ешқандай күшті талап етпейді. Келесі соңғы әріпке тоқтайтын болсақ, таңбасы мынандай болып келеді, жазылуы осындай болып келеді. Бұл әріптің астында екі нүктесі бар, байқап тұрғанымыздай. Бұл әріптің аты я деп аталады. Я әріпінің беретін дыбысы и. Бұл я әріпі аты я болғанымен и деген дыбыс береді. Я әріпінің қасында ұқсасы болмағанымен, бұл әріп сөз ортасында өзгерістерге ұшыраған кезде астындағы нүктелер арқылы танимыз. Я әріпінің астында екі нүкте бар. Осы нәрсені біз ұмытпауымыз керек. Бұл өз кезегінде тура сөз ортасында, сөз ішінде келген кезде басында өтіп кеткен нун әріпімен, оның алдында бірінші сабақта өтіп кеткен бә, тә, сә әріптерінің ағайынына айналып шыға келеді. Сол үшін біз бұл әріптерді осы бастан шегелеп, жақсылап жаттап алатын болсақ, нүктелеріне сай айыра алатын болсақ, ол әріптер сөздің ішінде келген кезде де оны айырып алуымыз оп-оңай болады. Нун әріпінің өзінің ағайындарына қарағанда ұқсастығы таңбасында болғанымен айырмашылық нүктесінде дедік, Я әріпінің таңбасында өзгешелік болғанымен сөз ортасында өзінің ағайындарына ұқсап кетеді дедік. Оның айырмасы тек астындағы нүктесінде дедік. Енді біздің кезекте тұрған соңғы таңба, оны әріп демейміз, себебі араб тілінде егер оны әліпбиде әріп дейтін болсақ, онда араб әліпбиінде 29 әріп болып қалады. Араб әліпбиінде 29 әріп емес, 28 әріп дедік біз басында. Бұл өзінше жеке таңба болғанымен әріп деңгейіне көтерілмеген таңба. Бұл таңбаны неге біз әріптердің қатарына қосып жатырмыз? Себебі бұл таңба сөз арасында пайдаланған кезде өзіндік әсері бар, белгілі бір өзгерістер енгізеді және өзіндік бір таңбаға ие. Бірақ бұл әріп емес, бұл таңбаның атауы бар, дыбысы жоқ. Атауы Хамза. Бұл әріптің атын Хамза деп атайды, бірақ әріптің дыбысы жоқ. Ешқандай дыбысталмайды. Әріп тек сөз арасында өзінің қызметін көрсетеді, белгілі бір өзгерістерге ұшырап, өзінің бір әсерін тигізеді. Әріптің атауы Хамза болғанымен, бұның ешқандай дыбысы жоқ, және бұл араб әліпбиінің әріптерінің қатарына қосылмайды. Жеке тұрған өзіндік бір таңбасы бір әріп болғаннан кейін біз өтіп жатырмыз. Енді осымен біз араб әліпбиінің 28 әріпін, оған қосымша Хамза әріпінің таңбасын танып өттік. Оның қазір кітаптағы келген жаттығу бойынша тағы бір қайталап өтейік. Кәні Алмас, басынан бастап әріптерді атап өт. Кә,
لام ميم نون واو ها يا Dürüs. همزة Hamza dürüs ya. Aydos. Soňdan başlap okuymiz. Hamza, ya, ha, Dürüs. vav, Dürüs. nun, Dürüs. mim, Dürüs. lam, Dürüs. kaf. Kaf. Dürüs. Endi surak. Nun harfinin uxsas agayındары бар dedik. Бірақ бүгінгі өткен сабақта оның ағайындары жоқ қасында. Ол басқа қандай әріптерге ұқсайды дедік? Nun әріпке ұқсас әріптер ол бә, тә, тә әріптері. Олардың таңбалары ұқсайды. Таңбалары бір-біріне ұқсайды дедік, иә. Айырмашылықтары бә әріпінің нүктесі астында болса, бір нүктесі, nun әріпінде нүктесі үстінде болады. Үстінде және жалғыз нүкте. Жалғыз нүкте болады. Жалғыз нүкте дедік. Тә әріпінде 2 нүкте болады үстінде, тә әріпінде 3 нүкте болады үстінде. Сосын сөз арасында келген кезде осы ағайынды әріптерге ұқсайтын тағы бір әріп өттік қой. Ол я әріпі. Я әріпі, иә. Ол сөз арасында келгенде жаңағы бә, тә, тә және нун әріпіне ұқсап кетеді. Бірақ оның айырмашылығы я әріпінің астында 2 нүкте болады. Дұрыс, рахмет. Тимур, кәні басынан оқимыз. Каф, лам, мим, нун, вау, ха, я, хамза. Дұрыс. Осы әріптердің дыбысталуы қандай? Дыбысталуын айтып өтеміз. Каф әрпі к дыбысын береді, қазақ тіліндегі к дыбысы. Лам әрпі л дыбысын береді. Мим әрпі м дыбысын береді. Нун әрпі н дыбысын береді. Вау әрпі у дыбысын береді. Дұрыс. Ха әрпі х дыбысын береді. Қайтадан айтамыз, кәні, қандай? Ха әрпі х дыбысын береді. Х дыбысын береді. Х дыбысын береді. Дұрыс. Я әрпі и дыбысын береді. И дыбысын береді. Және хамзада дыбыс жоқ. Хамзада дыбыс жоқ дедік. Алмас, хамза таңбасының беретін пайдасы қандай? Хамза әрпінің беретін пайдасы Сөз арасында. Хамза әрпін біз неге 28 әріпке кіргіздік? Айдос, сен айта аласың ба? Ол сөздің ортасында келген кезде, сөзде келген кезде белгілі дәрежеде бір өзгерістерге ұшыратады әріптер. Сөзді, немесе әріптерді белгілі бір дәрежеде өзгерістерге ұшыратып әсерін береді дедік, иә? Оны өз кезегінде өтеміз дедік. Бірақ не үшін біз 28 әріптің қатарына 29-шы қылып қостық? Ол хамза, оның дыбысы болмады, дыбысы жоқ. Дыбысы болмады, бірақ несі бар дедік? Бірақ аты бар, есімі. Есімі бар, Тимур? Және өзіндік ерекшеліктер енгізеді. Өзіндік ерекшеліктер енгізеді және таңбасы бар деді. Дұрыс. Жарайсыңдар жігіттер, рахмет сендерге. Мінекей құрметті көрермендер, өздеріңізбен бірге хамзаны қосқан кезде араб әліпбиінің 29 таңбасын өтіп танысып шықтық. Енді келесі жаңа сабақтарға кіріскенше үйде осы соңғы өткен сабақтардың барлығын толық пісіріп, әріптерді басынан аяқ қайталап, бірнеше рет оқып жаттап алуға тырысайық. Келесі жаңа сабақтарда өздеріңізбен қайта жолыққанша Алланың амандығы мен есендігінде болайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق